Назар тапшылығы гиперактивтілігінің бұзылуы бар балалармен мектепке дейінгі білім беру мекемесінде жұмыс істеу ерекшеліктері. Назар тапшылығының гиперактивтілігінің бұзылуы бала кезінен басталатын неврологиялық және мінез-құлық дамуының бұзылуы. Мектеп жасына дейінгі балалардың қорқыныш пен үрейді жойып, қалыпты эмоционалдық сезімдерді дамыту, балалардың белсенді іс-әрекетке және зейіннің шоғырлануына тәрбиелеу. Көрнекі бейнелік, сөздік, логикалық қабілеттерінің деңгейін дамытып, жүйелік ойлы тұлға қалыптастыру. Жаттығуларды ата-аналарға, педагогтарға, психологтар мен тәрбиешілерге көмекші құрал ретінде ұсынылады. Гиперактивті балаларды мінез-құлқымен ерекшеленеді. Шамадан тыс белсенді болады, шамадан тыс қозғалғыш болады. Қобалжығыштығы, ұзақ уақыт бойы еш нәрсеге назар аудармауы, қатарластарынан үлгерімі төмен болуы. Мидың органикалық зақымдалуы үшке бөлінеді. Әлеуметтік факторлар, яғни тәрбиелік ықпалдық жүйелігі, перинаталдық патология жүктілік кезіндегі асқынулар, генетикалық факторлар, тұқым қуалаушылық. Гиперактивті балалардың психологиялық дамуына, яғни балалардың есте сақтау қабілетін анықтау үшін суреттерді есте сақта, сөздерді есте сақта әдістемелерін қолданамыз. Ойлау қабілетін анықтау мақсатында бір сөзбен ата, төртінші артық, теңіз, сызықтарды қос, жыл мезгілдері әдістемелерін қолданамыз. Қабылдау қабілетін анықтау үшін не жоғалды, мына суретте не жетіспейді, білігін анықтау әдістемелерін қолданамыз. Зейінділіктің анықтау үшін белгілерді қой, айырмашылығын тап әдістемесін қолданамыз. Мыналарға арналған ұсыныстар. Гиперактивті бала ерекше күтімді қажет етеді. Оған күнделікті, нақты және түсінікті тәртіпті ұйымдастырған жөн. Балада қаламаймын немесе ұнатпаймын деген сәт болмауы керек. Бала жеке жауапкершілікті сезіну керек. Күнделікті күн тәртібін дұрыс ұйымдастырған өте маңызды. Баланы ғана емес, сіздің де оны ұстанғаныңыз абзал. Өз ұстанымыңызға беріп, бірақ сабырлы түрде жеткізуіңіз керек. Оны үй шаруасымен немесе басқа да әрекеттермен айналысқаны үшін мадақтауды ұмытпаңыз. Балаларды жақсы көріңіз, сіз жетістікке жетесіз.